Сәлем достар, мен Жақпын. Бүгін біз трейдингтегі нәтижелеріміздің түбегейлі өзгерте алатын тақырыпты талқылаймыз. Мәмілені үшін кіріс нүктелерін қалай дұрыс табу және тейк профиттерді тиімді орналастыру. Бұл білім сізге тек мәміле ашуға ғана емес, оны барынша тиімді және минималды тәуекелмен жасауға көмектеседі. Көптеген трейдер неліктен ақша жоғалтады? Негізгі себептердің бірі олар кіріс нүктелерін дұрыс анықтамайды, мәміле ашуға растауларсыз кездейсоқ кіреді, бір үлкен позиция ашады және тек бір тек профит қояды. Мұндай тәсіл депозитті жоғалтуға тікелей жол. Мысалы, сіз мәміле аштыңыз, баға сіздің тек профитіңізге жетті, пайданы бекіттіңіз, ал баға әлі 200-300 пункт сіздің жағыңызға жүрді. Өкінішті емес пе? Өте өкінішті. Немесе баға сіздің тейк профитіңізге аздай жетпей, кері бұрылып, стоп-лосты соққан жағдайды елестетіңіз. Барлық әлеуеті пайда жоғалады. Сондықтан сіз 24/7 графикті бақылап, әр қозғалыста кішігірім пайданы жабуды немесе шығынды ерте бекітуде ойлайсыз. Бұл трейдинг емес, бұл казино. Бүгін мен сізге кәсіби трейдерлердің қалай табыс табатынын көрсетемін. Олар көптеген тейк профиттерді қалай пайдаланады. Пайданы бөліп бекіту арқылы психологиялық қысымды азайту. Күшті трендтік қозғалыстарды барынша пайдалану. Бірінші тейк профиттен кейін мәмілелерді безубытаққа ауыстыру. Риск пайда қатынасын 1-2, 1-7 және одан да жоғары алу. Енді графикке өтіп, бәрін нақты көрсетемін. Нақты диаграмдағы мысалға тікелей көшейік. Қазіргі диапазонда бізде бар екінен көреміз, жоғары қозғалыс бар, бізде нақты анықталған. Тренд сызығының бірінші нүктесі осында, екіншісі тренд сызығының жанасу нүктесі осы жерде. Үшінші нүктеде тренд сызықтары біз өз позициямызға, біздің ұзын позиция, біз трендтің жанасуынан торды созамыз. Біз әрқашан жақын арадағы шығындарды тоқтату позицияларын белгілейміз. Тренд сызығының деңгейін тексереңіз. Біздің жағдайда солай осы белгі бойынша сіз алатын пайданы анықтау үшін. Орналастыру үшін төменгі уақыт шеңберіне жылжытыңыз. Біздің пайдамыз міне, біздің ұстанымымыз көрей. Біз өз пайдамызды қайда орналастырамыз? Алдымен алыңыз. Пайда әрқашан басқаларға қарағанда жақынырақ орналастыру керек және жеткенде біз өз позициямызды жоғалтпай белгілейміз. Тоқтату жоғалтуымыздың сәтсіз сауда саттықтарымыздың санын азайту үшін. Сонымен бірінші алуға болатын пайда осында белгілеуі мүмкін. Жалпы алғанда пайда қалай және қалай жұмыс істейтінін белгіленіз. Оларды бейнелеген дұрыс кестеге қарайық, алайық, кірісті көруді жеңілдету үшін маркер, сіз оны әрқашан бағыта ең жақын биіктерге орнатуыңыз керек. Ұзық сауда болса, қысқа сауда болса, біз әрқашан лайндар бойынша пайда алуды белгілейміз. Бұл жағдайда біз бірінші жоғарыны көреміз. Бұл баға жетуі мүмкін. Бұл берілген құрылымдық жоғары келесі қабылдау. Пайда кесте бойынша осы жоғары және ТБ және біз өзіміздің биіктерімізді атап өтеміз. Бізде 5 пайда бар. Біз оларды тарата аламыз. 4-те ең жақын пайдаға бірінші қабылдау кірісі енгізіледі. Осы белгі бойынша біз келесі кірісті белгілейміз. Мұнда сәл жоғары келесі үшінші, біз төртіншісін сәйкесінше орнаттық. Бұл жағдайда бізде бар позицияда 4 алу пайда болады. Жалпы пайыздық біздің мәміленің қатынасы іс жүзінде 1-де 2-де дейін. Бірінші алуға пайда жеткенде сіз әрқашан оны жылжыту керек сияқты. Мен жоғарыда айтым, позиция жоғалтпайды. Сондықтан стоп-лосс бойынша аз жоғалтады. Мысалы, лоттар бойынша позицияны қалай дұрыс бөлуге болады. Біз бұл мәмілеге
1% қостық. Оны 4-ке бөлу үшін бір лот үшін позициялар жай ғана біріншіді 4-ке бөліңіз, және сіз аласыз 0,25, яғни әрбір қабылдау үшін. Біз пайданы алдын ала 0,5 лот деп белгіледік. Мұнда өзететін алғашқы 0,25 лот бар. Ары қарай осында және осында диаграммадағы тағы бірнеше мысалды қарастырайық. Оралыңыз. Сағаттық уақыт шеңберіне оралсақ, біз мұны көреміз. Бізде бұл салада төмендейтін құрылым бар. Екі түрту тренд сызығының бірінші түртуі осында, екіншісі тренд сызығының осы жерде, және сызықтың үшінші түрту трендіміз осы деңгейде болады. Бізде өткір позиция бар. Біз торды созамыз, жоғалтуды тоқтатамыз. Сіз сызығымызды сынаған ең жақын биіктікке бас тигеміз тренд, ол осы белгіде, және біз алға жылғыламыз. Біздің алу пайдамызды анықтау үшін аз уақытты шеңберіне пайда. Міне біздің ұстанымымыз, сондықтан оны келесідей бөлуге болады. Біз алған пайдамызды бірінші алған пайдамызды таратамыз. Біздің бірінші адалдығымыз үшін осы белгіде болады. Келесісі біздікі осы белгіде болады. Ары қарай бұл жерде әлдеқайда алыс қабылдау. Жақсы тәуекел сыйақысы бойынша пайда осыдан болады. Белгісі, сондықтан 0,25 лот. Егер біз бір лотқа кіреміз, мәміле осында болады. Белгі мұнда екінші және тиісінші, үшінші және төртінші осы белгіде, және осында солай. Сондықтан бізбен өте жақсы келісім бар. Сыйақының жалпы тәуекелі 1-ден 8-ге дейін, яғни мұнда 0,25 лот және мұнда 0,25 лот, тағы да 0,25 лот. Басқасын қарастырайық. Диаграммадағы мысал, біз сағаттық уақыт шеңберіне ораламыз, және біз мұнда не бар екенін көреміз. Өсетін құрылым, бірақ бізде ортақ болғандықтан трендчарт біз диаграмма транзакциялар қарастыра аламыз. Біріншісі бар сызықтың трендтің жанасуы, екінші және үшінші жанасу сызықтық тренд, үшіншіден біз өз позициямызға кіреміз. Жоғалтуды тоқтату біз бұл жағдайда белгілейміз. Диаграммада біз көретін ең жақын биіктік, біздің жағдайда біз көретін ең жақын биіктік. Біз саудаға кіріспес бұрын диаграммада ол болады. Бұл біздің позициямызды орналастырған биіктік. Жоғалтуды тоқтату, сауда пайдасын қалай бөлуге болады? Бірінші сауда пайдасын болу біздің ең жақын адамымыз үшін бұл белгіде. Біз келесі төменгі деңгейге қойған екінші сауда пайдасы осы белгіде үшінші және одан да көп алыс. Біз мұнда үлкен пайдамызды көздеп отырмыз. Осылайша біздің позициямыз жалпы қатынаспен алынады. Тәуекел мен пайда біріншіден 5-ке дейін, яғни егер біз кірсек, мен айтқанымдай, мәміле үшін бір лот 0,25 лот, оны осы белгіге бекітеміз, келесі сауда пайда болады. Біз осында түзетеміз және сәйкесінше үшінші және төртіншіні түзетеміз. Мұнда және мұнда. Осылайша біз қай жерде екенін анықтауды үйрендік. Сауда саттыққа кіру кезінде тоқтату, жоғалтуларымызды белгілеңіз. Бұл сауданы қалай дұрыс енгізу керек және қалай сауда пайдасын болу және оларды жеткізу жолы. Біздің тренд бағыты. Сабақты қорытындылайық. 3-4 take profit алтын стандарт. Сіз позицияңызды тең бөліктерге бөліп, әрқайсысын негізгі деңгейлерге орналастырасыз. Баға тек алғашқы 2 мақсатқа жетсе де, сіз жақсы плюс қаласыз. Мұны түсіну үшін сарапшы болудың қажеті жоқ.
нақты ережелерді ұстануға дайын, әркім мұны үйрене алады. Егер сіз дәл қазір трейдингтен табыс тапқыңыз келсе, оны тұрақты қауіпсіз түрде жасап, әр күнде өз шотыңызда пайданы көргіңіз келсе, дайын шешім бар. Тегін клуб, дайын мәмілермен. Мен өз мәмілерімді 70-80% винрейтпен бөлісемін. Сізге тек нұсқаулық бойынша қайталау қажет. Тіпті жаңадан бастаған болсаңыз, оңай жасай аласыз. Күніне дайын мәмілелерді толық сүйемелдеу арқылы бөлісемін. Орташа $500 депозитпен қалыпты тәуекел сақтасаңыз, айына 50-70-100% пайда жасауға болады. Бұл біздің қатысушылардың нақты нәтижелерімен расталған. Экранда көріп отырсыздар. Клубқа қосылып дайын мәмілелер бойынша трейдингтен табыс табудың ертеңнен бастағаныңыз келсе, сипаттамадағы сілтеме бойынша жазыңыз. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және келесі видеоларда кездесеміз. До встречи.